Біз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы менен билеуші партия Аманат партиясының төрағасы Ерлан Жақайұлы Қошановтан қолдау сұрап өз жолдауымызды жеткізу үшін жиналудамыз. Салынған торговый Евразияның халқы 67 адамбыз. 67 адамның уже мұңын ешкім тыңдап атқан жоқ. Уже 1,5 жыл, 2 жыл болып қалды. Айтып атқанымызға бізді ешкім тыңдап атқан жоқ. Біз президенттен талап етеміз, бізді естісін деп етеміз, халықты тыңдасын деп етеміз. Мына 67 адамның 5,5 миллион салған ақшамыз қайда кетті сонда? 5,5 миллион доллар, 5,5 миллион доллар салған ақшамыз қайда кетті сонда? Біз торговый домға осы кредит алып, қарыздарға кіріп алған жерлермен, пенсияға деп салған жерлерім, сол қайда ақшаның бәрі? Қазір сатылып кетті, анаған сатады, мынаған сатады, уже 6 адамға сатылып кетті торговый дом Евразия. Біздің ақшамыз сонда қайда кетті? Бізді ешкім тыңдап атқан жоқ. Ананы әкеледі, сатылып кетті деп, мынаны әкеледі, сатылып кетті деп. Сонда біз арендатор емеспіз. Біз сатып алған, торговый салған адамдармыз. Бізді кім тыңдайды сонда? Ешкім тыңдап атқан жоқ қой. Сатылып атыр, уже астыңғы этажда ремонт жасап атыр. Айтқаны қайда тиіспейміз, қағаз береміз деген Жантілеев Дастан деген қазір депутат келіп отыр. Тиіспейміз деді халыққа, істей беріңдер деді, қағаз береміз деді, қағазды жоқ болып отыр. Сонда біз қайда барамыз? Астыңғы бутик уже босатылып атыр. Бізді сонда кім тыңдайды? Бұл болмайды ғой бұлай деген. Біз жүрегіміз ауырып жатыр мысалға. Үстіңгі этаждар сатып жерді деп айтып жатыр. Астыңғы этажды босатып жатыр. Сонда біз қайда барамыз ертең? Әр кәсіпкерден қанша ақша алды? Мысалға менің өзім 2 бутигім бар. Біреуін 85 мың долларға, мына Овсяниктен кейінгі зам не бар ғой, Алмабек Ташымбетов, Алмабектен сатып алғам шешесінен. Мен заңды түрде доказуемый қағазым бар, соттың қағазы бар менде. Осы қызды қазір босатуына қолына уведомление беріп қойыпты. 4 миллион теңгесін алады өткен жылы. Ал бұл жылы оның шығып кетуін, босатуын оны сұрайды. Сонда ол босарды, үндемей қолыңдағы құжаттарың жарамайды деп еще алдайды жаңағы. 4 миллионды не үшін алды? 4 миллионды алған себебі Бутик сатқан, е? Бутикті сатып, бұл кісінің распискасы міне. Жантілеев бізге директор 22 жыл октябрь айында болып келсе, 23 жыл 12-сі 04-23-де мына қызға 4 миллион сатады. Сол Постниковтың қолымен қайтадан береді. Овсяниковтың, который қолының астында істеген Постниковты сол алып ақшаны, осылар ақша істеп жатыр міне мысалға. Сонда бір ұсайықшы. Демек, бұл кісі Жантілеев өзі сол жерге келгенде сізге орын сатады ғой? 4 миллионға. Орын сатады, 4 миллионға. Помощи сотрудника өзінің қолымен жасамайды. Жаңа Постниковтың қолымен жасайды. Енді осы Жеңіскүлді жаңа DB компания келіп шығып кетуін талап етіп тұрды Жантілеевтің адамдары. Сіз сонда 2 жылда 4 миллионға нетіп тұрсыз? Bir жыл болмай тұрып, мына 4 миллионға шығындар болып тұр бұл қыз. Өткен жылы 12... Жантілеев ол мәслихат депутаты ма? Мәслихат депутаты Жантілеев. Мына жерге көңіл аударыңыз, қараңыз. Мына жерде жай ғана расписка емес, міне Евразия деп печатын қойып отыр, көрдіңіз бе? Расписка жазып бергенде. Сіз 4 миллионды қалай аудардыңыз, қолма-қол бердіңіз? Қолма-қол видеозапис бар. Видеозапис бар, 4 миллион беріп атқан кезде. 4 миллион беріп атқан, 4 миллион видеозапис бар. Енді қазір оны сізді орынды босатуға, шығаруға қандай основание болып тұр? Міне, 1 жыл болмай тұрып, міне. Бұл Қытай азаматы болған себебінен қазақшаға да онша түсінбейді. Қытай оқығаннан кейін орысша түкте түсінбейді. Айтқан, қой, тек қана ремонт жасаймыз, кейінен ештен кетпейді саған дегенде қойдыртып алған. Сіз қойдыңыз? Иә. Бұл кісі мынаны аударып өзің айт. Өзім аударып берген дедім ғой, мен бұл орысшаны жазған түсінбеймін, маған бір сағат уақыт берсін, 1 сағатта уақыт берген жоқ қой, мен таныстарымнан көршілерімнен аударып келген десем, жоқ, бұл ремонт, жай ремонт деп қана қол қойдырған. Бұны істеп отырған мәслихат депутатын? Соның адамдары. Соның адамдары. Вы подтверждаете, что соның адамдары? DB компания, міне печать, міне қараңыз, міне печать. Өзі представил мына компанияның DB-ді. Видеосы да бар, келіп, мен сатып алдым, мына менің. Менің адамдарым, мына адамдар жұмыс істейді деп. Мәселенің шешілмей ушығып тұрғанына байланысты біз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы менен билеуші партия Аманат партиясының төрағасы Ерлан Жақайұлы Қошановтан қолдау
сұрап өз жолдауымызды жеткізу үшін жиналудамыз. Қысқаша тоқтап өтсек, Рахат базары 2018 жылдан бері өзінің орналасқан жерде жер пайдалану құқығын қорғап келеді. Заңда көрсетілген артықшылық құқығынан Рахат базарының кәсіпкерлерін күшін жойған, не болмаса одан айырған бірдей-бір сот актісі жоқ. 6,5 жыл бойы шешімін таппайтын қандай дау болуы мүмкін? Қазақта әу бастан 3 ақ дау болған маңызды: жер дауы, жесір дауы, мал дауы. Жер дауы ең басты дау. Біздердің талабымыз президенттен мына нені тоқтату. Әкімдер ме, кімдер оны жасап отыр? Егер ол депутат болса, оның сөзі жүріп отыр, получается, потому что ішінде сатып та жатыр, ақша да істеп жатыр, ішін бұзып та жатыр, басқа адамдарды әкеліп Қытайларға дейіп берді дейді бірінші тәрізді. Енді біздер өз азаматтарымыз, қазақ азаматтары ақша салып, сол зданияны көтергенде, не үшін біздердің орнымызды алып сату керек олар? Одан басқа мысалға, міне жаңа 4 миллион теңгеге алға сатқан 12-сі 04-ті 20-шы депутат Дастан Жанталиев келгеннің өзінде орын сатылып отырыпты. Ол қызды енді 1 жылға жетпей босатың, шығасыз, орын және басқа адамға сатып отыр. Біздер қайыққа кімге хабарласуымыз керек? Біздер не деуіміз керекпіз? Сол біздердің талаптарымыз, оны акционерді әкеліп, біздердің ақшаларымызды қайтарып берсін. Арас сіздер мошенниктерді қолдайтын болсаңдар, сол депутаттен бірге қосып бізге ақшамызды қайтарып берсін, біздер босатып шығып кетеміз. Ешқандай біздердің неміз жоқ, ешқандай қарсылығымыз жоқ. Біздің салған лишний ақшаларымызды қолымызға берсін. Раз мына мошенникті қолдайтын болса, онда үкімет қайтарып берсін біздерге ақшаны. Раз 1,5 жылдан бері біздер ешкімде сөзіміз жүрмесе, ешкім тыңдамаса біздерді как диванадай көшеге қуып салатын болса, онда біздерге үкімет қалайда ақшамызды қайтарып берсін, шығарып берсін, біз салған ақшаны. Талап етеміз, біздер 67 адам далаға шығып қала алмаймыз. Олар бара беретін болса, скоро қазір олар біздердің екінші складтарымызды пересдадите дейді. Ол енді иесі біздерміз дейді. Біздер қалай өзіміздің еңбегімізді 90 жылдан бері күннің суығын, ыстысын, жаңбыр демей, қар демей, мұз демей далада жұмыс істеп, бала күнімізден балдарымыз біздерді көрмей өсті. Астында шығып кетеміз, кешке келеміз. Қалай даланың несінде жүріп, суығында жүріп, ыстығында жүріп, не үшін біздер сендерге босатып беруіміз керекпіз? Бір депутат келсе, тек қана депутаттың сөзін сөйлеп, мына 67 адамды далаға қалдырып, қуып салу керектеріміз, ол дұрыс емес деп есептеймін. Тоқтатыңдар, мына адамды алып келіңдер, қайтарып берсін біздерге ақшамызды. Қайтарып бере алмаса, сол алған адам, депутат алыпты осы адамның, онда сол ақшаны көрсетсін, қалай алған, не істегенін көрсетсін біздерге. Біздер қашанға шұрылдап жүруіміз керекпіз. Прокурорға барамыз, онда жатақ біздерді алдап жібереді. Анда барамыз, онда да алдап жібереді. Неше жыл алдайды біздер. Қазір жасымыз осы 67 адам 50-ден бастап 70-ке дейін таяп отыр. Міне кәделерім отыр, өзіммен бірге өсіп келген. Не үшін біздер алдануымыз керек? Кімге хабарласамыз? Тоқтаттыңдар, пожалуйста. Қаз-165 KZ ақпарат агенттігінің тілшілері Алматы қаласының мәслихат депутаты Дастан Жанталиевке хабарласып, мән-жайды білгісі келген, алайда депутат телефон тұтқасын көтермеді.